Мына Құранды оқып үйрене алмайды еш уақытта. Сен ғалымын деп отырсың. Негізінде пайғамбар демей-ақ, сен ана жастардың обалында қалмай болсаң жетер еді негізі. Солай жүрсеңіз де. Ол қазақша оқып үйреніп, одан да оқып үйрет, сонда сен ғалым боласың. Әзірге бізде жарнамадан кейін қайтадан оралатын боламыз. Оңтайлы сәтін күткен айтылмаған әңгіме бағдарламаға жаңадан қосылған көрермендер үшін. Біздің заманымызда пайғамбар бар ма? Болса ол кім? Қызықтан шыққан рөл пайғамбар деген болмады. Істеді мен атымды өзгерткім келеді. Бауырларымызға көмектесеміз деп бара жатыр. Бұлар не? Адасып кеткен адамдар ма? Жыны күшті ол кісінің. Бұл барып тұрған жала. Иманның қазақшасы не? Екіншіден. Сенім деген сөз. Сіздің Түркістанда біздің тілшілерге берген сұхбатыңыз бар, экранға қарайық. Технолог инженермін деп. Әр тағамның өзінің технологиясы болады. Колбаса бұл өзі неғылмаса, дұрыс келмесе, ол колбаса бұл есептелмейді. Өйткені қойдікінен, сиырдікінен жасалады бұлар. Мынау шошқаның майы қосылады ғой. Шошқаның майын жей беремін. Өйткені Құранда шошқаның етін арам еткен Алла Тағала, майын емес. Түсініп оқу керек Құранда. Көрдің? Дұрыс ол. Яғни тағамда харам халал деп талғамайсыз. Мына ортадағы аға айтты, кезінде пайғамбарларға адамдар сұрақ қойған деп. Міне сол Құранда да Мұхаммед пайғамбарға сұрақ қойған бір халқының айтып кетейін жауабын. Халқы осындай Мұхаммед пайғамбарымыз келгенде сұрайды. Ол Мұхаммед пайғамбар тамақтың ішінде несі адал, несі арам дейді. Сонда Мұхаммед пайғамбарымыз жауап берген, мына ішінде жазулы. Мен тамақтың ішінде арамын көрмедім деген екен. Оны кім арам қылады? Оны Құранды түсінбей оқыған адамдар. Яғни сіздің ойыңызша шошқаның еті халал. Арам. Майы халал. Майы адал. Бұл Исраил пайғамбарға да кезінде берген. Енді шошқаның майын жейді екенсіз, темекі тартуға бола ма? Темекі тартуға, мына ішінде темекі деген жазу жоқ. Наркотик, наша тартуға болмайды. Темекі тартуға болады ғой. Темекі тартам. 10 жылдан бері мен егенді Алла Тағала темекі тартқан үшін пайғамбарлар атап қояды. Рахмет, бұл тақырыпқа ораламыз, экранға бір рет назар аударайық. Сендерге сондай әңгіме болса, қатты неғыласыңдар, Алла Тағаланың үкімін орындауға келгенде тырысасыңдар. Өйткені шайтан басын дедім ғой. Допинг деген допинг емес ол. Кішкене денені қыздырады, қан жүгіртеді. Жол жүріп шаршап келгенде тамақ батпайды, сондай кезде кішкене тәбетіңді ашатындар, ашуға ғана ішуге болады. Алла болса, балаларға көрсетпеу керек арақты ішкен кезде. Тек жолдасың, Оған не дейсіз енді? Жақсы естілмеді. Балаларға көрсетпей арақ іше беруге болады. Не, ішкенде де орны бар. Аха, қандай орны? Өзі орны бар. Құранда 3-ші жәннатта, 4-ші жәннатта бұлақтар арақпен ағады. Құранда мынандай Алла Тағаланың аяты бар. Бота көз қыздар шелектеп әкеп, шәйнек кесеге құйып береді дейді. Жәннаттағы арақтың түсі ақ болады, мөлдір болады. Бірақ қанша ішсеңде мас қылмайды, денеңді балқытып отырады дейді. Ал мен жаңалде айтқаным ол арақты, мысалы, дәрі есебінде пайдаланатын нәрсе ол. Оны ішіп алып, жаңалде кім арақты арам етеді? Алла Тағаланың адал тамағы кім арам етеді? Мысалы, шаршап келсең, жаңалдегі... Сіздің ойыңызша енді арақ адал ғой? Ол адал, Алла Тағаланың берген адал тамағы. Өйткені оны кім арам қылады деп жатырмын. Бірінші, Құранды түсінбей оқитын ол да арам қылады. Екінші, ішіп алып, бала шағаны әйелді ұрып жәбір көрсететіндер арам қылады. Үшінші, ішіп алып көшеде шығып, ел жұрттың мазасын алатындар арам қылады. Ал оны адал тамағында ретімен, дұрысымен қабылдаса ол арам бола ма? Енді біз білмей жүр екенбіз, арақ адал екен. Сен сенбейсің, саған мұнан ішінде бар. Адал деген сөзді 10 рет қайталады керек болса. Мен осыған жауап беремін. Өйткені ішіңдер, жеңдер,
демалыңдар дейді, бірақ ертесіне Тыңдайық. шомылып намаздарыңды оқыңдар дейді. Аха, тыңдайық. Құран-ы Каримде Алла Тағала айтады, астайзбилля, хузил афуа. Кешірімді болыңдар дейді. Мен арабша түсінбеймін, маған айтпай қой арабша. Ана астында түсінемін, арабша түсінесіңдер ма балдар? Бүкіл халыққа айтып бар отыр. екен. Бәрі түсінеді. Вамур бил урфи, Біз дұрыстыққа тыңдап бұйыр отырмыз, дейді. сіз Және айтады, ағрид әнил жахилин. Садақаллах. Сіз сияқты жахил надандардан аулақ болыңыздар дейді. Иман келтіргендердің арасына іріткі салып, олар сондай бір жаман әңгімелер айту, сондай бір мұсылмандарды бүлдіру дейді. Ол барып тұрған нәжіс, жаман амалдар дейді. Және ол адамға Алланың үлкен қаһары, үлкен азабы бар дейді. Аға, көріпкелдік қасиетіңіз бар ма? Енді менде Алла Тағала берген нәрсенің бәрін мен бар деп айтпаймын да, өйткені мен Құраннан басқа ештеңе білмеймін. Жалпы көріпкелдік қасиетіңіз бар ма, жоқ па? Оны не қыласың, ондай нәрсені айтпаймын. Бар болса да айтпаймын. Яғни бар ғой. Пайғамбарға қандай береді қасиет? Өте күшті нәрсе береді. Мысалы, бүкіл дүние жүзінің доктор медициналары, профессор, академиктер көмектесіп берген нәрсені пайғамбарға келсе, жазылып кетеді. 40 жыл тумағанда 250-300 немен жаңа давлениемен көздері күрт соқыр болып қалғандар, соларды көріп кетеді. Анау Құранда Риса пайғамбарымыз тума алапесте жазған, тума өлікте жазған. Мінекей, ал әр пайғамбарға үйтіп Алла Тағала береді керемет деп. Ешқандай пайғамбар өз бетінше керемет келтіре алмайды. Сіздің қазір үлкен мүмкіндігіңіз бар. Біз тәжірибе өткізсек, көріпкелдік қасиетіңізді көрсек. Мен айтпаймын, оны өткізбек қой. Өйткені ол Алла Тағалаға мен қарсы шыққаным болады, кешіресіңдер. Мен өйткені көретін нәрсемді, білетін нәрсем бәрін айта бермеймін. Ол Алла Тағала уақытында әр нәрсенің өзінің сәті болады, уақыты болады. Бүгін сәт түсіп тұрған шығар бәлкім. Бүгін сәт түсіп тұрған жоқ. Өйткені ол көріпкелдік нәрсені айтпаймыз. Жаңа Амантай ағашының ішінде жын шайтан бар деп біліп қойдыңыз ғой, соны қалай білдіңіз? Бүгін сәт өйткені тұрған шығар мынау мүмкін. пайғамбарлардан кім бірінші қорқады? Жын шайтандар қорқады. Алла Тағалаға қарсы. Есіңізде болсын. Қандай болмасын өмірбаян тарихында пайғамбарлардың шайтандар тіке келе алмайды пайғамбар. Әзірге бізде жарнамадан кейін қайтадан оралатын боламыз. Оңтайлы сәтін күткен айтылмаған әңгіме бағдарламаға жаңадан қосылған көрермендер үшін. Сіздің ойыңызша шошқаның еті халал? Арам. Майы халал? Майы адал. Арақ адал екен. Ішкенде де орны бар. Аха, қандай орны? Өзі орны бар. Тәбетімді ашатындар, ашуға ғана ішуге болады.